Сәлем, достар. Алдарыңызда «Братья» фильміне қысқаша шолу. Моук пен Джейди егіз бауырлар, олар ұрылар әулетінен шыққан. Олар бала кезінен ақ сейф ашуды үйреніп, кәсіби ұрлықшылар болуға талпынады. Әсіресе кішкентай Джейди бұған қатты құмар еді. Түске қарай аналары өз сүйіктісімен үйге оралады. Олар жаңа ғана пойыз тонаған болатын. Білем бүйірімен санына оқ тиіп жараланған. Олардың олжаны тойлауға уақыттары жоқ, өйткені Кэт полициядан қашып Мексикаға кетуді жоспарлайды. Қашар алдында анасы ұлдарына бір-біріне қамқор болуды тапсырады. А можно нам с тобой? Черт, вас спасти надо. Кэт көлікті оталдырып, балаларды шаңға көміп кете жөнеледі. Олардың олжасы үлкен гауһар тастар болды, ал Глен сақтық үшін тастарды жұтып қояды. Осы күннен бастап 30 жыл өтеді. Бауырлар өмір бойы ұрлықпен айналысады. Бірақ Моук бұл ісін тоқтатқысы келеді. Ақырында олар сейф ашып, сирек кездесетін бағалы тиындарды ұрлайды. Алайда полиция торул жасағанда кішкентай Джейди ұсталып, ал Моук қашып құтылады. Джейди түрмеде 5 жыл отырады және бүгін бостандыққа шықты. Оған күзетші Фарфел мерзімінен бұрын шығуға көмектеседі. Бірақ бір шартпен ғана Джейди оған сол бағалы тастарды тауып беруі керек. Фарфел оған үнемі байланыста болу үшін телефон береді. Исчезать не советую. Ал бұл уақытта Моук өмірін ретке келтіреді. Ол Эбиге үйленіп балалы болуды күтіп жүр, сондай-ақ асханада жұмыс істейді. Бірақ оның армандаған қызметте жоғарылауы орындалмайды. Белгісіз біреу оның кезінде сотталғанын басшылыққа айтып қойып, оны жұмыстан шығарып жібереді. Үйіне қайтып келгенде ол 5 жыл бойы хабарласпаған мұртты бауырын кездіреді. Джейди өзінің мерзімінен бұрын босатылуын күзетшінің бір тапсырмасын орындауға байланысты екенін айтады. Олар бір киім дүкенін тонау керек деп алдайды. Моук үшін сейфті ашу түк емес, бірақ тіпті $3 миллион ұсынылса да, ол енді қылмыс жасамайтынын кесіп айтады. Сол күні Эбидің отбасы қонаққа келеді. Оның қатал әкесі бір баланы асырап алған екен, ал Джейди ол балаға есірткі беріп үлгереді. Бұған ашуланған Моук онымен төбелесіп, кейін әйеліне бауырының түрмеден енді ғана шыққанын, ал бейбітшілік корпусында жұмыс істегені өтірік екенін мойындайды. Джейди ең арзан мотельге барады, бірақ оны сол жерде күтіп отырған еді. Фарфел оны суға батыра бастайды. Қыңыр ергежейлі оның 17 қоңырауына жауап бермей қойған. Где мои изумруды? Чё так долго? Семіз күзетші Узи мылтығын шығарып, оған Джейдидің саусақ іздерін қалдырады. Егер ол тапсырманы орындамаса, оның сот боп істейтін әкесі қару сақтаған үшін оны қайтадан түрмеге отырғызбақ. Хороший мальчик. Моук соққыға жығылған бауырын тауып, жағдайдың қиын екенін түсінеді. Ол тағы бір сейфті ашуға келіседі. Әйеліне бауырымен бір туысына баратынын айтып өтірік айтады. Ал Фарфел келесі келгенде Джейди орнына үрлемелі қуыршақты қойғанын көріп, телефонның дәретхананы су бакінде жасырылғанын түсінеді. Бұған ашуланған оның әкесі Узиді алып, қашқынды тезірек табуды бұйырады. Как ты умудрился потерять дегенерата карлика, Джимми? Джейди түрмеде отырғанда бір әйелмен хат алмасқан болатын. Ол әйел түрмедегі қылмыскерлерге құмар екен. Сол себепті бауырлар жолда оны кездестіруге барады. Бесезда есімді әйел оларды үйіне шақырып, бірден Джейдиді жатын бөлмеге сүйрейді. Включите музыку для настроения. Бір түрлі әйел бұл үйде жалғыз тұрмайды. Оның жанында серігі Самуэль бар. Самуэль шылым шегуді ұнататын және ымдау тілін білетін алып орангутанг. Маймыл бірден Моукты қорқытып, оған қысым көрсете бастайды. Ал Джейди мұнда жай келген жоқ. Оған Бесезданың құрылыс алаңына кіруге арналған рұқсаты керек. Біраз уақыттан кейін Самуэль сабасына түседі. Ол Моуктың саусақтарын жалап, сосын оның қолын памперсінің ішіне тығып жібереді. Әлбетте, алғаш танысу кезінде Моук оған бірдеңені қолдарымен дұрыс көрсетпеген секілді. Моук бүкіл үйді басына көтере айқайлады, ал Бесезда оны зоо қорғаушы деп ойлап қалады. Қылмыскерлер бұл жерден тайып тұру керектігін түсінеді. Бірақ Самуэльден қашу оңай шаруа емес. Я не стану тебя целовать! Давай, валим! Бейшара Моук көз жасын әрең ұстап тұр, қолын ұзақ уақыт жуатыны анық. Я до сих пор чувствую этот запах. Жрать хочу. Осы кезде ол рұқсат қағазды байқап қалып, бауырының киім дүкені жайлы өтірік айтқанын түсінеді. Ол заттарын шашып, анасынан келген хаттардың бүктемесін тауып алады. Демек, Джейди одан жасырып анасы Кетпен байланысып тұрған. Бұған қоса, ол анасы екеуі әлде бір істі жүзеге асыру үшін келісіп қойған екен. Почему мама пишет тебе, а не мне? Боялась, что ты слишком остро отреагируешь. Ашу үстінде Моук бөлмені астан кестен етіп, жаңбырлы далаға жүгіріп шығады.
Кенеттен дәл сол сәтте көрші бөлмеден олардың анасы шығып қалады. О, черт! Он помял мне машину. Дәрігерлер Моукты қарап шығып, оған семіздіктің бастапқы кезеңі бар екенін айтады. Сондықтан жаттығу жасау туралы ойланғаны дұрыс. Кэт оның ашулануын орынсыз деп санайды. Қашқын өмір оғанда оңай тимеген. Әйел сол күнгі қашып құтылу оқиғасын еске түсіреді. Өкінішке қарай, оның сүйіктісі Глен сол кезде көз жұмған. Ол күрт бұрылғанда гауһар тастарды жұтып тұншығып өледі. Кэт оның денесін жол шетіне сүйреп апарып, су мұнарасының маңында көміп тастайды. Кэт федералды іздеуде болғандықтан 30 жыл бойы Мексикада жасырынып жүреді. Ол үнемі қолғап киіп жүреді, себебі саусақ ұштарының терісін өзі кесіп тастаған. Кэт осында оралғанның себебін мойындайды. Ол ракпен ауырып, оның азғана өмірі қалған. Бұған қатты қапаланған Моук дәретханадағы раковинаны сындырып тастайды. Это опухоль. У нее рак мозга. Остался год, может меньше. Ақыры Джейди бұл істі гауһар тастарға бола бастағанын ашық айтады. Қазір олар $4 миллион бағаланады. Бірақ бұл жоспарды жүзеге асыру үшін оған анасы да, Моук та керек. Потрахались бы уже. Бар болғаны Гленнің денесін тауып қазып алу қажет. Сол кезде Моук отбасын қамтамасыз ете алады. Давай. Мне надо посрать. Түн бойы отбасы ішімдік ішіп, мотель бөлмесінде мас болып құлап жатады. Ал Джейди тіпті дәретханада кездескен қызбен көңіл көтеруге де үлгереді. Бұл уақытта Фарфел Бесездаға жетеді. Әйел оған көмектескісі келмейді. Сол себепті ол оның қолын қайырып қинайды. Бақытына орай үйде Самуэль болады. Ол досын қорғауға кіріседі. Моук құрылыс алаңына кіріп, экскаваторды айдап әкетеді. Гленнің денесі қазір гольф алаңы орналасқан жерде көмілген еді. Сондықтан отбасы оны ашық күнде қазып алуға мәжбүр болады. Көп ұзамай олар Гленнің сүйегін табады. Моук оның денесіне қолын сұғып, ұзақ уақыт іздейді. Ақыры барлық гауһар тастарды алып шығады. Бірақ уақытты қыз оларды қуғын күтіп тұр. Қатты ашуланған гольфистер гольф карлармен қуып жетіп, алаңдарын бүлдірген ұрыларды жазалауға дайын. Олар доптар мен клюшкалармен қаруланған. Что за хрень? Это что, труп? Байлар Джейдиді аяғынан ұстап алып, жүргізушіні доппен жаралайды. Қуғыншылардың бірін термоспен ұрып құлатады. Алда бір жұмысшы еңбек етіп жатқан. Ол бұл жарысқандардан қашпақ болады, бірақ тура олардың доңғалақтарының астына секіріп кетеді. Ковштың шебер қимылының арқасында соңғы көлік бүйіріне құлап, төртті қашып кетеді. Гляньте-ка, а Глен все так же охрененно крут. Гленнің жерлеуі кезінде Моук байқаусызда өзіне жұмыстағы басшысына Джейди қоңырау шалып, оның сотталғаны туралы хабарлағанын біліп қояды. Ашуға булыққан Моук Джейдиді шұңқырға лақтырып, оны мәйітпен бірге көме бастайды. Кэт ұлын тыныштандыруға тырысады. Бірақ ер адам анасының оларды тастап бара жатқанда не деп айқайлағанын есіне түсіреді. Сөйтсе, ол дұрыс естімеген екен. Вас спасти надо. Кэт қайтып келген себебі ұлына көмектесу еді. Ана махаббатын бере алмаса да, ең болмаса ақша бермек болады. Бірақ дәл осы сәтте оларды Фарфел тауып алады. Ол Джейдиді ұстап, қолына кісен салады. Ағасын қорғауға Моук кірісті де, семіз полицейді төпелеп сабайды. Бірақ ол тапаншасын суырып алады. Джейди бағалы тастарды бұталардың арасына теуіп жібереді. Кэт оларды алады, бірақ Фарфел оны байқап қалады. Күзетші әйелге таңдау береді: не бағалы тастары, не балалары. Простите, мальчики. Стой, что? Үшеуі де әйелдің артынан жүгіре жөнеледі, бірақ ол көлікке отырып ізін суытады. Моук анасын өтірікші деп санайды, оның ешқандай дерті жоқ. Фарфел ағайындыларды көлікке тығып, екеуін де түрмеге жібере саламын деп қорқытады. Бірақ Джейди анасының шын мәнінде ауырғанына сенеді. Осы себепті ағайындылар дауласып, бір-бірін теуіп кетеді. Прекращайте сейчас! Ақыры олар толассыз соққылар мен семіз полицейді көліктен лақтырып, өздері машинаны айдап қашады. Босап шыға салысымен Моук бірден әйеліне қоңырау шалады. Эбби күйеуінің кешкі асқа дейін үйге қайтуын талап етеді. Бірақ Моук қазір Джейдиді тастап кете алмайды. Судьяда оның саусақ іздері бар қаруы әлі қолында, сондықтан олар оны қайтарып алуы керек. Осы кезде Кэт гауһар тастарды сатып қашуға қамданып жатқан. Қолында ақшаға толы сөмкесі бар, бірақ ұлдары оның қайда екенін біліп қояды. 30 жыл бұрын ол олжасын балаларынан жоғары қояды. Ал дәл қазір бұл жағдай қайталанып отыр. Просто отдай нашу долю. Это мое! Какого? Мам! Сараң әйел қайтадан қашып, ескі сауда орталығына тығылады. Оған қарай қаһарына мінген Фарфел де бет алады.
Көп ұзамай Моук анасын тауып сөмкесіне жармасады. Айқас кезінде ақша төменге шашылып түседі. Олардың отбасылық айтысына Фарфел араласып, мылтықтан оқ жаудырады. Анасы Моукқа қашуды ұсынады, бірақ ол бауырын тастап кетуден бас тартты және оған қарай еңбектей жөнеледі. Тұрған полиция айналаны астан-кестен қылады. Осы уақытта ғимаратты полиция қоршап алады. Ағайындылар Фарфелге қарай беттейді. Джейди егер ол ағасын босатса ақшаны беруге дайын. Бірақ Моук туыстарының оны үнемі сатып кететінін біледі. Сол себепті ол Джейди мен Фарфел сөз байласып алған деп ойлайды. Олар тек одан құтылғысы келетіндігін жеткізеді. Я знал, что он не избивал тебя в отеле. Еще как. Фарфелді сабасына түсіру үшін Джейди оған әкесінің оны нағыз түкке тұрғысыз деп санайтынын айтады. Папа считает, что я восходящая звезда! Ағайындылар сөмкеге таласып жатқанда, Фарфел тағы бір оқ атты да ақшаны жерге тастауды бұйырады. Алайда айлакер ұрылар ішіне бұрыш спрейін тығып қойған еді. Спрей полицейдің көзіне шашылып, ол бақыра бастайды. Абайсызда кеткен оқ, жарылған спрей, ал соңында Фарфелдің үстіне шырша құлап, оны басып қалады. Түтін шығып, кәдімгідей кәуіп иісі пайда болғанда, Джейди амалсыз оның жанып жатқан аяғын сөндіреді. Енді полицияға берілуге тура келеді. В тюрьме очень плохо. Да, это ж тюрьма. Кэт мылтығын алып, өзі тәртіп сақшыларына барады. Ол беріледі және олдарының ақшамен қашып кетуіне мүмкіндік береді. Кетер алдында әйел өзінің шын мәнінде өлмейтінін мойындайды. Моук судьяға барып, одан УЗИ тапаншасын $2 миллион сатып алады. Ты переплатил. Қартаң қақпас ақшаның көптігіне мәз болады. Ол бәрібір бұл байлықты жұмсап үлгермейді, ал баласының басына не түскені оған түкте маңызды емес. Моук судьяға өз үлесін береді де, отбасылық кешкі асқа кешігіп қалады. Я потерял работу, но я найду новую. Мы пройдем это вместе. До конца. Говоришь, там был орангутан? Да. Я ему дрочил. Что? Оның соңынан Джейди де келеді, өйткені онсыз отбасының кешкі асы толыққанды болмас еді. Ол да өз үлесін қалай жұмсайтынын ойластырады. Джейди әлі туылмаған Моуктың қызының атына траст қорын ашады. Енді барлық ақша соған тиесілі. Бірақ бір шарт бар, қыздың есімі көкжидек болуы керек, өйткені Джейди дәл солай құжаттарға енгізіп жібереді. Бір жылдан кейін отбасы Кетке түрмеге барып, әжесінің немересін қолына алуына мүмкіндік береді. Моук бір қызық жайтты байқайды. Кэт көкжидекке қарап отырып, Джейдиге 2 гауһар тас береді. Сөйтсе, ол сол кезде барлық тастарды сатпаған екен, екеуін өзіне сақтап қалыпты. Кэт оларды қамауға алынар алдында жұтып жіберген, ал енді ұлдарына қайтарады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.